Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің авторлық бағдарламалар конкурсына ұсынуға алып отырған жобаның тақырыбы Arduino көмегімен робототехника және автоматтандыруға кіріспе. Қазіргі таңда әлем бойынша еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтардың бірі ол робототехника және инженерлік автоматтандыру. Бағдарламаның мақсаты робототехника мен автоматтандыру негіздерін түсініп, Arduino платформасында тәжірибелік жобаларды жүзеге асыру арқылы сыни тұрғыдан ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамыту және басқару жүйелерін жобалау арқылы инновациялық шешімдерді құру. Бағдарламаның міндеті робототехника мен автоматтандырудың негізгі принциптерін түсіну, оқушылардың бағдарламалау және схема құрастыру, жобалау бөлімдері мен дағдыларын тереңдету. Arduino платформасын пайдалана отырып, роботты жүйелерді құру және бағдарламалау бойынша тәжірибе жинақтау. Тәжірибелік робототехника жобалары арқылы проблеманы шешу, сыни тұрғыдан ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Робототехника қолданбалары үшін басқару жүйелерін жобалауды және қолдануды үйрену әрі креативті жаңа жобаларды құруға жетелеу. Бағдарламаның өзектілігі қазіргі заманғы ақпараттық қоғам қалыптастыру жағдайында заманауи білім беру тәжірибесіндегі перспективалық бағыттардың ішіндегі кең тарағаны робототехника. Білім беру конструкторлары мектептің сабақтан тыс қызметінде де, сондай-ақ қосымша білім беруде кеңінен пайдаланылады. Робототехника бойынша байқаулар мен конкурстарға қатысу, оқушылардың ғылыми техникалық шығармашылық дамуына және болашақ мамандық таңдауына үлкен әсер етеді. Күтілетін нәтиже: робототехника мен автоматтандырудың негізгі принциптерін біледі, Arduino контроллерінің көмегімен жобаларды құрастыра алады, құрастырған жобаны Arduino ортасында бағдарламасын жаза алады, қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, жасалған жобаны автоматтандырады, өз көкейлерінде жүрген ақылды құрылғыны құрастырып шығады. Осы бағдарламада бағалау жүйесі курс материалдарын түсіну мен қолдануды бағалау үшін викториналар, зертханалық есептер, жоба презентациялары және қорытынды емтихан комбинациясы арқылы жүзеге асырылады. Бұл жобаға пікір жазғандар Ақтөбе облыстық өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының аға оқытушысы Асанбай Бәдігүлзенұлына және Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің докторы доцент Шаңғытбаева Гүлмира Асаубайқызы, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің оқытушысы, информатика магистрі Сақпова Дана Серікқызы және педагогикалық шеберлік орталығының Ақтөбе облысы бойынша филиалының тренері, информатика пәнінің мұғалімі, педагог шебер Байбөлек Гүлнұр Балбағарқызы. Жалпы бағдарламаның мазмұндық бөліміне тоқталатын болсам, бағдарлама 10-шы сыныпқа аптасына 1 сағат 34 сағатқа арналып жазылған. Жалпы 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім микроконтроллермен танысу 2 сағат. Жалпы Arduino микроконтроллермен танысады және қауіпсіздік ережесімен танысады. Екінші бөлім Arduino ақпараттық бағдарламалар кешенімен таныстыру. Жалпы Arduinoның барлық датчиктерімен және де осыған қолданылатын құралдарымен, барлығымен және бағдарламамен танысады. Үшінші бөлім Arduino үшін бағдарламалау ортасы, бағдарламалау тіліне шолу. Жалпы 7 сағат Arduino бағдарламалау тілінің процедуралары мен функцияларымен танысады. Төртінші бөлім өлшеу құралдарымен танысу. Жалпы 16 сағатқа берілген тәжірибелік жұмыс атқарады бұл бөлімде. Және осы 16 сағат тәжірибелік жұмыс және де алдыңғы бөлімдерді қорытындылау бойынша, бағалау бойынша берілген викториналар, тест жұмыстары барлығы осы жұмыс дәптерінде берілген, оқушыға арналған. Соңғы бөлім қорытынды 3 сағат, онда оқушылар өздерінің көкейіндегі жүрген жобаларды іске асырады. Мына жерден оқушылардың жұмыс барысындағы суреттерін көреміз, және бұл 2-ші тоқсанның қорытындылау бойынша жобалық жұмыс ұсынған оқушылардың суреті. Arduino көмегімен шағын күн электр станциясын жобалау. Бұнда үйдің төбесіне фотоэлементті қою арқылы үйді жарықтандырады. Фотоэлементке ұялы телефонның жарығын түсіру арқылы үйдегі жарықты жобалады. Және екінші бұл су бөгеті, ақылды су бөгеті жобасы. Ақылды су бөгеті жобасы бұл қазіргі таңдағы еліміздегі болып жатқан аса маңызды мәселелерді шешеді деген ойдамыз. Ақылды су бөгеті судың деңгейін өлшей отырып, судың деңгейі белгілі бір деңгейге жеткен кезде, яғни қауіпті аймаққа жеткен кезде автоматты
түрде серво құрылғысы арқылы мына шлюздарды ашады. Егер де судың деңгейі өз мөлшеріне түскен кезде қайтадан автоматты түрде шлюздар жабылады. Және бұл мына индикатордан көрініп тұрады. Болашақта бұл жобаны әрі қарай дамытып, жауапты маманға хабарлама келтіру түрінде жұмыс жасалып жатыр. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.